Бәріңізге ассалаумағалейкум. 7 қараша жексенбі қазақ елі үшін өте ауыр күн болды. Bir күнде 2 жарылыс. Таң атпастан Қарағандыдағы Абай шахтасында апат болып, 6 кенші өліп кетті. Содан қас қарайғанда Ақтаудағы 2 қабатты ғимарат жермен жексен болды. Шахта мен кешендегі жойқын жарылысқа кімдер жауап береді? Абай шахтасы биыл тексерілген, соның өзінде апатқа жол берілді. Біздің үкімет зардап шеккендерге вәдені үйіп төгіп берді. Онысы орындалама. Америкада қаза болған кеншінің құны $40 миллион. Ал біздің елдеші, сіз естімеген, көрмеген ақпараттарды біз айтамыз. Мұны сізге білген дұрыс. 7 жылдай достармен, ешкіммен араласпадым. Машина аударылады. 2 рет аударылғанда есімді білем. Одан кейін есімді білмеймін. Өмірімді алып қалу үшін 10 мен 11 деген жаңа позвоночникті екеуі үгітіліп қалған. Екеуін біріктіре саған, бір омыртқа қылдыра сағанда. Кейде тұрып қыстан тәрекке отырайыншы, ауыз үй суық. Баяғы бөтелке кіргіземіз үйге. Кейде ондай. Тұрып атқан үй біздің үйіміз бұл. Ағайыным әйтеуір мен қанат осындай болғасын, табалдырығы жоқ деп мына жағытты 2 бөлмені бөліп беріп отыр. Автокөлік алып, жаңа тренировкама барып тұрғанға бір 5-10 тиын таксовать етсем де, тапсам да, сол ешкімге мұқтаж болғым келмей, сол менің мақсатым жаңа автокөлік алу. Алдымен Ақтаудағы жарылыс жайлы бірден айтайық. Ел жұрт жарылыс Аянат атты кафеде болған деп жүр. Олай емес, жарылыс самса мен палау сататын жерде болған. Первоначальная информация не подтвердилась. Кафе Аянат стоит на месте. Слава богу, что она не взорвалась. Говорят, что рядом с кафешкой стоял самса, хана, киоск, который продавал самса. Делали там, цех какой-то был. Вот она и взорвалась. Информации по погибшим и пострадавшим пока нет. Но ждем, в общем, официальной информации. Жарылыстың қатты болғаны сонша, кәдімгі кинодан ғана көретін көрініс қайталанды. Жарылыс салдарынан 11 көлік зақымданған. Ал бұл апат неден болды? 2 түрлі болжам айтылуда. Біріншісі электр сымының қысқа тұйықталуы, екіншісі газ баллонының жарылуы. Соңғы нұсқаның ықтималдылығы жоғары болып тұр. Сосын жарылысты әдейі біреу жасады деген сыңайлы қылмыстық сипаттағы нұсқа алынып тасталды деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің өкілдері. Осындай сұмдық жойқын жарылыстан адамдардың зардап шекпеуі мүмкін емес деп ел шулап жатыр. Бірақ ресми органдар еш адам шығыны болмағанын жеткізді. Дегенімен сол жарылған ғимаратта арнайы киім және автобөлшек сататын дүкендер, мейрамхана, сауна, эсто және қоймалар орналасқан. Бас аман болсын дейміз ғой, бірақ біраз кәсіпкердің отбасын асырап отырған кәсібі ойран болды. Олардың шығынын енді кім төлеп береді? Ақтаудағы апат жайлы айттық, енді Қарағандыдағы Абай шахтасында болған жарылыс жайлы 6 адам қаза тапты. Олардың ең жасы 31-де, барлығы метан газынан уланып көз жұмған. Жер астында атқылаған тау жыныстары шамамен 20 метр жерге шашылған. Бұл Абай шахтасында болған бірінші апат емес. 2008 жылда өте сұмдық жарылыс болып еді. Ол кезде 30 адам жер астында қалып опат болды. Бұл жолы мемлекет қаза болғандардың отбасына 10 жылдық ақшалай тіршілік шығынын өтемекші. Сонымен қатар қаза болған адамдардың студент балалары болса, олардың оқуын төлеу және мұқтаж отбасыларға баспана беру жағын қарастырып жатыр.
Қазақстан шахтасы және ондағы апаттың шығыны осылай өтеліп жатыр. Ал Америкада бір шахтердің өлімі үшін жұмыс беруші $40 миллион төлейтінін білесіз бе? Сол үшін Америкада шахтада жазатайым оқиғаны болдырмауға тырысады. Кезінде Жақсы Кезет порталында осы тақырыппен мақала жарық көріпті. Соны журналист Нұрбек Бекбау парақшасында жариялады. Неге шахтада апат өте жиі болып кетті? Басты себеп шахта иелерінің пайда табу жолындағы еш нәрсеге қарамауы. 2008 жылы Абай шахтасында 30 шахтердің қаза табуынан кейін прокуратура үлкен тексеріс жүргізген. Содан анықтағаны шахтадағы құралдардың 70% әбден ескірген. Басты желдету жүйесі желдеткіштерінің өздерінің нормативтерін орындап, тіпті оны 2-2,5 есе артық орындағаны анықталған. Олар 60 жылдардан бері әлі қолданылып келеді. Әрі 1967-1982 жылы шығарылған электровоздар қолданылады. Стационарлы конвейерлердің 70% ескірген. Мұндай жағдайда жұмыс атқару күнделікті өлімге тәуекел етумен тең. Бұл проблемалар бір күнде қалыптасқан жоқ. Арселор Металл басшылығы шахталарды модернизациялауға қанша қаржы жұмсады? Не техника алыпты осы уақытқа дейін? Әлде советтік құралдарды тозғанша қолданып қалуға тырысып жатыр ма әлі күнге? Шахтердің жағдайы қалай? Кеншілердің айлықтарының орташа көрсеткіші 150 мың теңгенің айналасында. Мұндай қаражатқа шахтер қалай күн көрмек? Бұны аз көргендей шахтерларды зейнетке 63 жасынан шығарамыз. Одан ертерек шығуына мүмкіндік жоқ. Осы шешімге қол қойғандардың өздерін 63 жасында шахтаның жұмысына салып көру керек еді. Қалай болар екен? Адам өміріне соншалықты селқос қарат деп жүрген кеңес үкіметінің өзі мұндай қадамға бармаған. Келесі маңызды мәселе шахтерлардың құқықтық тұрғыдан қорғалмауы. Қазіргі жағдай бойынша жұмыс беруші жұмыстан шығара салу оп-оңай. The Sunday газеті тіпті қазақ шахтерларының жұмысын құлдардың еңбегімен теңегені бар. Олардың жұмыстары денсаулыққа аса зиян, бірақ кеңес билігі кезіндегідей демалысқа жіберу, арнайы емхананың болуы сынды жүйе толығымен қираған. Қысқасы, қазақ шахтерінің бүгінгі бейнесі: айлығы аз, жұмысына барса аман-есен келеме белгісіз, жұмыстан шығара салу оңай. Ескі технологиямен жұмыс істеумен қатар қайтыс бола қалған жағдайда отбасына болымсыз жәрдемақы беріледі. Сіз үшін білген дұрыс.